Достар, бұл Қазақ Storytime, біз бастаймыз. Қымыз сатамын, ішіп көрмейсіз бе? Бір зере әжейдің даңқы. Шымкент қаласынан алыс емес, Қазығұрт тауының етегінде орналасқан шағын ғана Ақбұлақ ауылы бар. Бұл ауылдың атын шығарған оның табиғаты емес, осында тұратын 70 жастағы зере әжейдің емдік қымызы еді. Зере әжей ауылдағы ең сыйлы, жүзіне мейірім төгілген, сөзі майдай жағатын кейуана. Оның аппақ жаулығы мен әжім басқан жүзіне қарап, ешкім де жамандық ойлай алмайтын. Ол жалғыз тұрады, жанында тек бірнеше биесі мен алабай тұқымдас үнсіз күзетші иті бар. Адамдар зере әжейдің үйіне тек қымыз ішу үшін ғана емес, ауруларына шипа іздеп келетін. Оның қымызының дәмі өзгеше, аздап ашылау, бірақ ішкен бойда денені балқытып, жанды тыныштандыратын. Бұл қымыздың ашытқысы менің бабаларымнан қалған киелі дүние. Оның ішіне таудың 7 түрлі шөбі мен ақ ниетімді қосамын дейтін әжей жымиып. Бірақ бұл емдік сусынның бір қызық қасиеті бар еді. Оны ішкен адамдардың көбі сол үйдің төргі бөлмесінде немесе ауладағы сәкіде жатып, бірнеше сағатқа, тіпті бір күнге ұйықтап келетін. Роза әжей оларды демалып алсын, қымыздың шипасы ұйқымен келеді деп қалдыратын. Екі жоғалған кәсіпкер. 1998 жылдың жазы. Шымкенттік белгілі кәсіпкер, құрылыс магнаты Дәурен Сапарбаев қатты ауруға шалдықты. Дәрігерлер нақты диагноз қоя алмай, шаршағансыз, демалыс керек деп шығарып салды. Дәурен ескі таныстарынан Қазығұрт етегіндегі емші әжей туралы естіп, өзінің су жаңа лаксыз көлігімен жолға шықты. Ол ауылға кешке қарай жетті. Зере әжей оны құрақ ұшып қарсы алды. Кел, балам, төрлет. Сенің дертіңнің емін мен білемін. Мына қымызды іште, сәл мызғып ал. Оянғанда өзіңді жаңа туған баладай сезінесің, деді әжей күлімсіреп. Дәурен саптаяқпен ұсынылған көбікті қымызды сіміріп салды. Дәмі расымен де ерекше еді. Таудың салқын, желі мен гүлдердің иісі аңқитын сусын, оның бүкіл денесін бірден босаңсытып жіберді. Көз алды бұлдырап, Дәуреннің құлағына әжейдің әлсіз күбірі келді. Ұйықта, балам. Ұзақ ұйықта. Енді сені ешкім мазаламайды. Дәурен сол күні жоғалып кетті. Оның қымбат көлігі ауыл шетіндегі жартастың астынан табылды, бірақ кәсіпкердің өзі де, оның сөмкесіндегі қомақты ақшасы да жер жұтқандай жоқ болды. Милиция Дәуренді жартастан құлап, өзенге ағып кеткен деп есептеді. Тергеуші Бақыттың күдігі. Арада 2 ай өтті. Дәуреннің жоғалуы туралы іс жабылып қалған еді. Бірақ оның інісі, ібінің жас тергеушісі Бақыт ағасының өліміне сенбеді. Дәурен кәсіби спортшы, таутасты жақсы білетін адам еді. Ол жайдан жай жартастан құлап кетуі мүмкін емес. Бақыт өз бетінше тергеу бастады. Ол ағасының соңғы рет қайда барғанын анықтап, Ақбұлақ ауылына келді. Ауыл тұрғындарымен сөйлескенде, ол бір қызық жайтты байқады. Соңғы 5 жылда зере әжейдің үйіне келген бірнеше жолаушы, бәрі де қатты немесе жалғыз жүрген адамдар, кейіннен арсыз кеткен, немесе бақытсыз жақ. Зере әжей ме? Ол әулие адам ғой. Оның қымызынан кейін адамдардың жаны рахат табады. Бірақ кейбіреулер сол рахаттан оянғысы келмей ме, әйтеуір жолдары болмай жатады, деді ауылдық ақсақалдардың бірі. Бақыт зере әжейдің үйіне қарапайым жолаушы ретінде баруды ұйғарды. Ол үстіне ескі киім киіп, өзін қаладан қашқан, ауру адамын деп таныстырмақ болды. 4 тозақ босағасы. Бақыт зере әжейдің қақпасын қақты. Әжей оны баяғы мейірімді жүзімен қарсы алды. Кел, қарағым. Жүзің сынық екен, ішіңде дертің бар ау. Жүр, қымызымнан дәм тат, деді ол. Бақыт үйдің ішіне кіргенде бір түрлі суық лепті сезді. Төрдегі ескі сандықтың үстінде Дәурен ағасының жақсы көретін күміс сағаты жатқандай көрінді. Бірақ ол сыр бермеді. Зере әжей асүйге кіріп кетті. Бақыт байқатпай оның соңынан бақылады. Ол әжейдің ескі, қарамай басып кеткен ағаш күбінің ішіне бір кішкентай қалташадан қою сұр ұнтақты сеуіп жатқанын көрді. Содан кейін әжей күбіні піспекпен пісіп жатып, түсініксіз тілде бірдеңелерді күбірлей бастады. Оның дауысы енді мейірімді емес, қарлыққан әрі суық естілді. Бақыт үстелге отырды. Әжей алдына саптаяқпен толтырақ қымыз әкелді.
Мә, іш, балам. Бұл сенің бүкіл қайғыңды ұмыттырады. Сен бір апта бойы ештеңе сезбей, жұмақта жүргендей боласың, деді Роза әжей оның көзіне тесіле қарап. Бақыт қымызды ерніне жақындатты. Сол сәтте оның мұрнына шөптің иісі емес, шіріген ет пен ащы химиялық қоспаның жиіркенішті иісі келді. Бұл емдік сусын емес, бұл сананы өшіретін ажалды еді. 5 өлі ұйқы. Бақыт қымызды ішкендей болып, оны жеңінің ішіне төге салды. Содан соң басын үстелге қойып, ұйықтап қалғандай кейіп танытты. Бірнеше минуттан кейін Зере әжей оның қасына жақындады. Ол Бақыттың иығынан түртіп көрді. «Оян, балам, оян», деді ол. Бақыт қозғалмады. Әжейдің жүзі кенеттен өзгеріп кетті. Оның мейірімді көздерінен жыртқыштың ұшқыны байқалды. Ол дауыстап: «Қасен, шық бері, тағы бір ұйықтағыш келді», деп айқайлады. Үйдің артындағы есіктен иығына қан сасыған қапшық арқалаған түрі суық дәу еркек кіріп келді. Бұл әжейдің қайтыс болды деп есептелген ұлы Қасен еді. Мынаның үсті басы ескі екен, анау кәсіпкердей емес. Бірақ жас көрінеді, ағзасы, органдары жақсы шығар, деді Қасен Серіктің денесіне қарап. Бақыттың жүрегі мұздап кетті. Зере әжей тек ұрлықпен ғана емес, адам мүшелерін сатумен айналысатын қанды қылмыстық топтың басшысы болып шықты. Оның емдік қымызы адамдарды тірідей мүшелеу үшін бір апта бойы өлі ұйқыға батырып тастайтын химиялық тұзақ еді. Бір ет тартқыштың жаңғырығы. Бақыт көзін жұмып демін ішіне тартып жатыр. Ол Қасеннің ауыр қадамдарын естіп тұр. Қасен оның иығынан шап беріп ұстап, қап сияқты сүйрей жөнелді. Бақыттың басы еденге соғылып, ауырсынудан айқайлап жібергісі келді. Ол шыдады. Оның мақсаты бұл тозақтың ішіне кіріп ағасының тағдырын білу. Оларды ас үйдің бұрышындағы ескі шкафтың артына жасырылған ауыр темір есікке әкелді. Қасен есікті ашқанда, төменнен шіріген ет пен өткір химиялық ерітіндінің иісі мұрынды жарып жібере жаздады. Бұл кәдімгі жертөле емес, заманауи жабдықталған, бірақ қан сасыған астыртын лаборатория еді. «Анау кәсіпкердің еті тым майлы ет», деді Қасен қырылдаған дауыспен, Бақытты баспалдақпен төмен қарай лақтырып жатып. «Ал мынау жас екен. Мұның бүйрегі мен жүрегі жақсы ақша тұрады. Роза апа, Мәскеуден тапсырыс берушілер ертең келеміз», деді. Зере әжей жоғарыдан дауыстады. «Тездет, балам. Ашытқыны дайында. Мынау әлі бір апта ұйықтауы керек. Еті балқып, қаны тазарғанша оны союға болмайды». 2 сұр ұнтақтың құпиясы. Бақытты жертөледегі темір кереуетке мықтап байлап тастады. Қасен жоғары шығып кеткенде, Бақыт көзін сәл ашып айналасына қарады. Жертөленің қабырғаларында үлкен шыны ыдыстар тұр. Олардың ішінде адамның дене мүшелері ерекше сұйықтықта сақтаулы жатыр. Ортадағы үстелдің үстінде Бақыт бағана көрген сұр ұнтақтың қабы жатыр еді. Оның сыртында ешқандай жазу жоқ, бірақ қасында медициналық анықтамалықтар мен химиялық формулалар жазылған дәптер жатыр. Бақыт байқатпай басын көтеріп қарағанда, дәптерден скополамин тау гүлінің О деген жазуды байқап қалды. Бұл ұнтақ адамның ерік жігерін толықтай өшіріп, оны тірі қуыршаққа айналдыратын, ал үлкен мөлшерде берілсе, адамды бірнеше күнге созылатын терең комаға, өлі ұйқыға түсіретін ерекше қоспа еді. Зере әжей бұл химиялық уды қымызбен араластырып, құрбандарының ағзасын консервациялап отырған. 3 көрші кереуеттегі елес. Жертөленің қараңғы бұрышынан біреудің әлсіз ыңырсыған даусы естілді. Бақыт басын солай қарай бұрды. Онда тағы бір кереует тұр екен. Үстінде үсті басы алба-жұлба, сақалы өсіп кеткен, өңі қуқыл тартқан адам жатыр. Бақыттың жүрегі атқақтап кетті. Бұл оның ағасы Дәурен еді. «Аға, Дәурен аға», деп сыбырлады Бақыт. Дәурен көзін әрең ашты. Оның жанарында сана белгісі жоқ сияқты, тек қорқыныш пен шексіз шаршау бар. «Ұйқы», деді ол әрең естілетін дауыспен. Олар менің қанымды алып жатыр. Қымыз бермеші». Дәуреннің денесінде көптеген ине іздер мен түтікшелер жалғанған.
Роза әжей оны бірден өлтірмей, оның қанын ерекше донор ретінде пайдаланып келген екен. Өйткені Дәуреннің қаны сирек кезетін топқа жататын. 4. Зере әжейдің нағыз бейнесі. Осы сәтте баспалдақпен Зере әжей түсіп келе жатты. Оның қолында үлкен шприц пен бір кесе қымыз бар. Ол Дәуреннің қасына келіп, аналық мейіріммен басынан сипат. Жаным балам, тағы бір шыда. Сенің қаның тағы бір бай адамның өмірін сақтап қалады. Ал мен ол ақшаға ауылға мешіт салдырамын, деді ол мысқылмен жымиып. Бақыт бұл сөздерден кейін Зере әжейдің жай ғана қылмыскер емес, өзін әулие санаған нағыз маньяк екенін түсінді. Ол адам өлтіруді қайырымдылық деп есептейтін еді. Әжей Бақыттың қасына жақындады. Ал мынау әлі ұйықтамаған ба? Көзін ашып жатыр ғой, деді ол Бақыттың бетіне үңіліп. Бақыт демін тоқтатып өлген адамдай қатып қалды. Әжей оның көзіне саусағын жақындатты. Бақыт кірпігінде қақпады. Мүмкін қымыздың әсері тез жүріп кеткен шығар деп әжей оның қолына ине сұқпақшы болды. 5. Соңғы мүмкіндік. Дәл осы сәтте жоғарыда аулада ит қатты үріп, біреудің айқайлаған дауысы естілді. Зере әжей, үйдесіз бе? Милициядан келдік, деген дауыс жертөлеге дейін жетті. Зере әжей шошып кетіп, қолындағы шприцті үстелге тастай салды. Қасен, мыналарды жап, деп ол жоғарыға жүгірді. Қасен жертөлеге атып кіріп, Бақыт пен Дәуреннің үстіне ескі кенеп маталарды жауып тастады да, жарықты өшіріп, есікті сыртынан құлыптап, жоға шығып кетті. Бақыт қараңғылықта арқанды шешуге тырысты. Оның қолы үстелдің шетінде қалған шприцке жетті. Бұл оның соңғы мүмкіндігі еді. Бірақ жертөленің екінші жағындағы темір есіктің артынан біреудің тырнаған даусы естіле бастады. Бұл адам емес еді, бір қараңғыдағы арпалыс. Жертөле іші тас қараңғы. Тек жоғарыдан есіктің саңылауынан түскен әлсіз сәуле ғана бөлменің сұлбасын көрсетеді. Бақыттың жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Ол қолын созып, үстелдің шетіндегі шприцті іліп алды. Иненің ұшымен білегіндегі арқанды кесуге тырысты. Әрбір қимылы ажалмен жарысқандай. Аға, шыдаңыз, деп сыбырлады ол Дәуренге қарай. Дәурен жауап орнына тек әлсіз ыңырсыды. Оның ағзасы Роза әжейдің онан әбден уланып, санасы тұманданып кеткен еді. Бақыт арқанды үзіп кереуеттен сырғып түсті. Аяқтары үйіп қалғандықтан жерге құлап жаздады. Ол еңбектеп барып Дәуреннің қасына жетті. Сол сәтте әлгі тырнаған дыбыс қайта шықты. Шық. Бақыт бұрыштағы темір есікке жақындады. Есіктің кішкене ғана көз қарайтын терезесі бар екен. Ол ішке үңілгенде денесі мұздап кетті. Онда адамдар отыр. Бірақ олар адамға ұқсамайды. 3-4 адам қараңғыда бүк түсіп қабырғаны тырнап отыр. Олардың көздерінен ешқандай ақыл нышаны көрінбейді, тек бос қарауытқан тұңғиық қана. Бұлар Зеренің сәтсіз эксперименттері деп ойлады Бақыт. Удың мөлшерінен артық кетіп, миы кеуіп кеткен құрбандар. 2 жалған мейірім және көгілдір куәлік. Аулада Зере әжей 2 полиция қызметкерін қарсы алып тұр еді. Оның жүзінде баяғы момын, нұрлы бейне. Айналайындар, келіңдер. Қандай бұйымтайларың бар? Бір саптайық суық қымыз ішіп шөлдеріңді басыңдар, деді ол мейіріммен. Зере апа, біз жоғалған лаксыз көлігі бойынша жүрміз. Осы маңнан қара түсті джип өткенін көргендер бар ма? Және қаладан келген бір жас жігітті іздестіріп жатырмыз, деді жас сержант. Әжей ауыр күрсінді. Қап, балам-ай. Қазір заман не болып барады? Мұнда ондай көлік келмеді. Біз таудағы момын халықпыз ғой. Ал жігіт көрсем, міндетті түрде айтамын. Мә, іше қойыңдар, ол 2 кесе қымыз ұсынды. Бір полицей кесені ала бергенде, Зеренің жаулығының астынан күміс алқасы жерге түсіп кетті. Полицей оны көтеріп бермекші болғанда, алқаның ішіндегі кішкентай суретті байқап қалды. Бұл жоғалған кәсіпкер Дәуреннің отбасылық суреті еді. Зере әжейдің көзқарасы бір сәтке суық тартып кетті, бірақ ол бірден күлімсіреді. Бұл менің қайтыс болған немерем ғой. Ұқсайды екен, иә, деді ол дауысы сәл дірілдеп. Полицейлер күдіктенсе де ештеңе айтпады.
Олар қымызды ішпестен жұмыс көп деп жүріп кетті. Бірақ олардың артынан Зеренің жыртқыш көзқарасы қадалып қала берді. Ол олардың енді тірі қайтпайтынын білді. 3 темір есіктің арғы жағындағы ақиқат. Жертөледе Бақыт темір есіктің құлпын ашуға тырысып жатты. Ол үстелдегі хирургиялық құралдардың ішінен бір өткір темірді алып, құлыпты шұқыды. Сырт. Есік ашылды. Іштегі жағдай сыртқы бөлмеден де қорқынышты еді. Мұнда аштық дайындайтын алып күбілер тұр. Бірақ бұл күбілердің ішінде не барын көргенде Бақыттың жүрегі айнады. Күбінің ішінде адамның сүйектері мен белгісіз шөптер қайнап жатты. Зере әжей емдік аштықына адам сүйегінің кемігінен дайындайтын екен. Сонда ауыл халқы мен қонақтар ішіп жүрген қымыз адам қаны мен сүйегінен жасалған ба? Деп Бақыттың төбе шашы тік тұрды. Бұл нағыз каннибализм мен оккультизмнің қосындысы еді. Осы кезде бұрышта отырған бір әйел Бақыттың аяғынан ұстап алды. «Қаш!» деп сыбырлады ол. Оның тілдері кесілген, тек ыңырсыған дыбыс қана шығады. Ол бізді шеді. Бақыт оларды босатпақшы болғанда, жоғарыдан Қасеннің ауыр қадамдары естілді. Есіктің құлпы бұрала бастады. 4 ажалдың жақындығы. Қасен жертөлеге кіргенде бәрі тып-тыныш еді. Ол Бақыт жатқан кереуетке жақындады. Кенет матаны ашып қалғанда астында ешкім жоқ болып шықты. «Не?» Қасен ақырып жіберді. «Қайдасың, ит?» Ол жан-жағына қарады. Сол сәтте Бақыт қараңғы бұрыштан атылып шығып, Қасеннің мойнына хирургиялық жіпті салып буындыра бастады. Қасен алып күші иесі еді. Ол Бақытты қабырғаға қатты соқты. «Сені бірден өлтіру керек еді». Қасен Бақыттың тамағынан алып жоғары көтерді. Бақыттың көз алды қарауытып бара жатқанда, ол үстел үстіндегі сұр ұнтақты іліп алып, Қасеннің бетіне шашып жіберді. Ұнтақ Қасеннің көзі мен аузына кірді. Арада 5 секунд өтпей алып еркектің денесі босап, ол жерге сылқ етіп құлады. Бұл удың күші соншалық, тіпті дәу адамды да бірден сұлатып түсіретін еді. 5 Қасеннің оралуы және Зеренің қаһары. Бақыт ентігіп Дәуреннің қасына барды. «Аға, жүріңіз. Тез кетуіміз керек». Ол Дәуренді иығына салып баспалдақпен жоғары көтерілді. Бірақ асүйге шыққанда оның алдынан Зере әжей шықты. Оның қолында ескі, бірақ оқтаулы аңшы мылтығы бар еді. «Отыр орныңа, балам», деді әжей мүлдем басқа, суық дауыспен. Оның жүзіндегі мейірімнің орнына ажалдың бейнесі орнаған. «Менің қымызымды ішпей кеткен ешкім жоқ. Сен менің аштығымды көрдің. Енді сен оның бір бөлігіне айналасың». Зере әжей мылтықтың шүртпесін басуға оқталды. Дәл осы сәтте үйдің сыртынан жарылыс дыбысы естілді. Полицейлердің көлігі жарылып, бүкіл ауланы өрт шарпыды. Бір соңғы соққы және қақпан. Жарылыстың қуаттылығы сонша асүйдің терезелері быт-шыт болып ұшып, Зере әжей тепе-теңдігін жоғалтып, артқа қарай құлады. Оның қолындағы мылтық тарс етіп атылып кетті, бірақ оқ төбеге тиді. Осы сәтті пайдаланған Бақыт иығындағы Дәуренді жерге жатқызып, әжейге қарай ұмтылды. Ол әжейдің білегінен шап беріп ұстап, қаруды жұлып алды. Бірақ Зеренің жүзінде қорқыныш жоқ еді. Ол қанды тістерін көрсетіп жындана күлді. «Тым кеш, балам. Сырттағы иттер өліп қалды. Менің достарым келді. Олар сенің ағаңды да, сені де тірі қалдырмайды», деп ол сықылдап күлді. Бақыт терезеден сыртқа қарады. Ауладағы полиция көлігі лаулап жанып жатыр. 2 полицей жерде қозғалмай жатыр. Қараңғылықтан бетперде киген, қара түсті тактикалық киімдегі 3-4 қарулы адам шықты. Бұл қарапайым қылмыскерлер емес, арнайы дайындалған ұйықтатушылар, The Sleepers деп аталатын халықаралық орган тасымалдаушы топтың мүшелері еді. Зере әжей олардың осы өңірдегі басты шикізат дайындаушысы болатын. 2 лаулаған тозақ. Жарылыстан басталған өрт үйдің ағаш қабырғаларын тез шарпыды. Ас үйдің ішін қою қара түтін басты. Бақыт Дәуренді қайтадан арқалап, үйдің артқы есігіне ұмтылды. «Қашсаң да құтылмайсың». Зере әжей жерден пышағын іліп алып, Бақыттың артынан ұмтылмақшы болды. Бірақ жоғарыдан құлаған жанып жатқанның жолын. Бақыт Дәуренді сыртқа шығарғанда өкпесі түтінге толып дем ала алмай қалды.
Ол үйден алысырақ барып Дәуренді шөптің үстіне жатқызды. Дәуреннің көздері ашық, бірақ қарашықтары қозғалмайды. Қымыздың ішіндегі оның миын мүлдем салқылып тастаған еді. Үш Қасеннің оралуы, азаптың бейнесі. Кенеттен жанып жатқан үйдің ішінен бір айқай естілді. Бұл адамның дауысы емес, жараланған хайуанның ақыруына ұқсайтын. Жертөленің есігін жұлып алып, өрттің ортасынан үсті басы лаулап жанған Қасен шықты. Оның бетіне бақыт шашқан сұр ұнтақ Қасенді есінен тандырудың орнына оны нағыз жындандырып жіберген еді. Скополаминнің жоғары мөлшері оның жүйке жүйесін зақымдап, оны ауырсынуды сезбейтін құбыжыққа айналдырды. Қасен лаулаған күйі Бақытқа қарай жүгірді. Оның қолында бағанағы ауыр қасапшы балтасы бар. «Өлтіремін!» деп ақырды ол. Бақыт қолындағы мылтықты кезенді. Бірақ ол жараланған, және түтіннен көзі бұлдырап тұр еді. Ол шүріппені басты. Тарс! Оқ Қасеннің иығына тиді, бірақ ол тіпті селт етпеді. Қасен балтасын жоғары көтеріп, Бақыттың үстіне құлады. Төрт таудың жасырын тұрғындары. Дәл сол сәтте орман жақтан бірнеше ысқырық естілді. Қасеннің басына, мойнына және қолына кішкене ғана ұсақ жебелер, дротиктер қадалды. Қасен тепе-теңдігін жоғалтып, Бақыттың жанына сылқ етіп құлады. Оның денесі бірнеше секундтан кейін қозғалмай қалды. Бақыт басын көтеріп қараса, қараңғылықтан таудың ескі киімдерін киген. Беттерінде тыртығы бар 3-4 адам шықты. Бұл ауылдың шетінде тұратын Зере әжейдің қымызынан зардап шеккен, бірақ аман қалған, ашып жүрген тірі елестер. Олар жылдар бойы әжейдің қылмысын бақылап, кезегін күтіп жүрген. «Бізге еріңіз», деді олардың басшысы, дауысы қарлыққан егде адам. «Жақында тікұшақтар келеді. Олар бұл жерді жермен жексен етеді. Дәлелдерді жою үшін олар ештеңеден тайынбайды. 5 қара тізім және жаңа деңгей. Олар Бақыт пен Дәуренді таудың ішіндегі жасырын үңгірге алып келді. Ол жерде Бақыт таңғажайып нәрсені көрді. Үңгірдің іші заманауи компьютерлермен байланыс құралдарына толы еді. Тірі елестер жай қаңғыбастар емес, кезінде Зеренің ізіне түсіп, бірақ жүйе тарапынан шеттетілген бұрынғы арнайы қызмет офицерлері болып шықты. «Зере жай ғана пешка, ойыншық», деді офицер Бақытқа бір файлды көрсетіп. Оның қымызға қосатын ұнтағы Шымкенттегі жасырын лабораторияда жасалады. Ал оның тапсырыс берушілерінің тізімінде Мәскеудің, тіпті Еуропаның шенділері бар. Мынаны қара. Экранда Бақыттың ағасы Дәуреннің ғана емес, Қазақстанның бірнеше ірі саясаткерлерінің есімдері келесі донор ретінде тұр еді. Зере әжейдің үйі бұл үлкен қасапхананың тек кіреберісі ғана болатын. «Егер біз қазір тоқтамасақ, ертең Шымкенттің бүкіл халқы осы өлі ұйқыға кетеді», деді офицер. Бақыт үңгірден сыртқа қарады. Алыстан Қазығұрт тауының аспанында 2 қара түсті әскери тікұшақтың мелтылдаған шамы көрінді. Олар Зере әжейдің үйіндегі қалған куәгерлерді жоюға келе жатқан еді. Бірақ ең қорқыныштысы, Зере әжей жанып жатқан үйдің ішінен қалайша аман шығып, тікұшаққа қарай қол бұлғап тұрғаны еді. Бір төбеден келген өлім. Қазығұрт тауының түнгі тыныштығын тікұшақ қалақтарының гүрілі бұзып жіберді. 2 қара түсті ми 8 тікұшағы лаулап жатқан Зере әжейдің үйінің үстінде айнала бастады. Кенеттен олардың бүйірінен отылап етіп, үйдің қалдықтарына қарай 2 ракета атылды. Гүрс! Гүрс! Жарылыстың қуаттылығы сонша, жер сілкінгендей болып, тау жаңғырды. Бұл куәгерлерді ғана емес, бүкіл дәлелдерді, тіпті Зере әжейдің астыртын лабораториясын жермен жексен етуге бағытталған тазарту операциясы еді. Үңгірдің ішінде Бақыт пен тірі елестер жерге жата қалды. «Олар ештеңені тірі қалдырмайды», деді офицер Амангелді, елестердің басшысы. «Зерені алып кетті, ал қалғандарын күлге айналдырды. Енді олар бізді іздейді. Тез жерасты жолымен қалаға қарай жылжуымыз керек». Бақыт Дәуренді арқалап, таудың ішімен өтетін тар, қараңғы туннельге кірді. Оның жүрегі қан жылап тұрды. Туған ағасының денесі мұздай, демі әрең естіледі. Оны ажалдан арашалап қалу үшін санаулы сағаттар ғана қалған еді. 2 Шымкенттің жылтырақ бетпердесі. Таң бозарып атқанда, олар Шымкенттің шетіндегі ескі автобазаның аумағына шықты. Мұнда оларды ескі, бояуы оңған газель көлігі күтіп тұр екен. Амангелді Бақытқа бір файлды ұсынды.
Мынаны қара, Бақыт, мынау Шымкент Медикус жекеменшік клиникасы. Қаланың орталығында орналасқан, ең қымбат, ең заманауи орталық. Бірақ бұл тек бетперде ғана. Негізгі жұмыс оның 3-ші қабатындағы жерасты бункерінде жүреді. Зеренің сұр ұнтағы мен оның құрбандарының мүшелері сонда жиналады. Бақыт экрандағы суреттерді парақтады. Клиниканың бас дәрігері доктор Сұлтанов есімді, қалаға танымал хирург, меценат. Суреттерде ол Зере әжеймен бірге мал базарының маңындағы жасырын кездесуде тұр. Демек, әжей тек аңшы ғана, ал нағыз қасапшы мына Сұлтанов ба? Деді Бақыт тістеніп. Иә, және ең сорақысы сенің ағаңа салынған удың антидоты, у қайтарғысы тек соның қолында. Егер ол уды қайтармаса, Дәуреннің миы 3 сағаттан кейін біржолата өледі. 3 клиникадағы қақпан. Бақыт пен Амангелді бастаған топ қала орталығына жетті. Олардың жоспары клиникаға науқас ретінде кіріп, бункердің есігін бұзу. Бақыт үстіне ақ халат киіп, бетіне маска тағып, клиниканың артқы есігінен сытылып кірді. Клиниканың іші тұнып тұрған сән салтанат. Бірақ Бақыттың мұрнына баяғы Зеренің үйіндегі шіріген ет пен химиялық ерітіндінің иісі келгендей болды. Ол лифтпен жерасты қабатына түспекші болғанда, оны 2 қарулы күзетші тоқтатты. Мұнда кіруге болмайды. Бұл жабық аймақ, деді олардың бірі тапаншасын көрсетіп. Бақыт еш мүдірместен, арнайы жасақ тәсілімен бірінші күзетшінің қолын қайырып, екіншісінің кеңірдегіне дәл соққы берді. Олар үнсіз жерге құлады. Бақыт күзетшінің электронды картасын алып, 0 қабатының түймесін басты. Лифт есігі ашылғанда, оның алдынан нағыз тозақ ашылды. 4 доктор Сұлтановтың өнімдері. Жерасты лабораториясы аппақ, суық жарықпен жарқырап тұр. Мұнда ондаған темір кереуеттерде адамдар жатыр. Олардың бәрі Зеренің қымызын ішкен құрбандар. Олар өлі ұйқыда жатыр, ал олардың ағзаларына түтікшелер жалғанған. Роботтандырылған жүйе олардың қанын тазартып, мүшелерін тапсырысқа дайындап жатқандай. Залдың ортасында доктор Сұлтанов тұр екен. Ол қолына скальпель алып, кезекті құрбанның кеудесін ашуға дайындалып жатты. Оның жанында Зере әжей тұр. Ол аман есен, тікұшақпен осы жерге жеткізілген екен. Сұлтанов мырза, деді Зере әжей суық жымиып. Анау тергеуші бала біздің ашытқының құпиясын біліп қойды. Оны тез арада жою керек. Уайымдама, Зере апа. Менің адамдарым оны тауып алады. Ал қазір мына жас донордың жүрегін алып, Мәскеуге жіберуіміз керек. Тапсырыс беруші күтіп отыр, деді Сұлтанов. Бақыт шыдай алмай бұрыштан атып шықты. Тоқтаңдар, хайуандар. Бақыт тапаншасын Сұлтановқа кезенді. 5 саудаласу, өмір мен өлім. Сұлтанов шошып кеткен жоқ. Ол жайлап бұрылып Бақытқа қарады. Оның жүзінде менмендік бар. Капитан Болатов, сіздің ағаңыз Дәурен қазір біздің реанимацияда. Егер сіз мына шүріппені бассаңыз, менің көмекшілерім оның жүрегін тоқтатып тастайды. 1 секунд қана керек. Бақыттың қолы дірілдеп кетті. Ол экраннан Дәуреннің кереуетіндегі датчиктерді көрді. Оның жүрегі әлсіз соғып тұр. Оған антидот бер, деді Бақыт тістерін қайрап. Жақсы, деді Сұлтанов жымиып. Бірақ біз саудаласамыз. Сіз маған Розаның қара дәптер мен микрофильмдерді бересіз, ал мен сізге ағаңызды тірі қайтарамын. Бірақ сізде тек 10 минут бар. 10 минуттан кейін өлі ұйқы қайтпас сапарға айналады. Дәл осы сәтте клиниканың үстінен тағы да тікұшақтардың дауысы естілді. Бірақ бұл жолы бұл тазартушылар емес, Амангелді бастаған тірі елестердің Шымкенттегі соңғы шабуылы еді. Зере әжей кенеттен қалтасынан бір кішкентай құтыны шығарып, жерге ұрып сындырды. Бөлмені лезде күлгін түсті газ басып қалды. Бұл ұйқы газы, балам, деп әжей қарқылдап күліп жіберді. Енді бәріміз бірге ұйықтаймыз. Бақыттың көз алды бұлдырап, денесі ауырлап бара жатты. Ол газ тұтқышын киіп үлгермеді. Құлап бара жатып, ол Сұлтановтың қолындағы антидот салынған шприцті көріп қалды. Ол соңғы күшін жинап алға ұмтылды. Бір соңғы талпыныс. Бақыт еденге құлап бара жатып, бүкіл ерік жігерін саусақтарына жинады. Оның қолы Сұлтановтың ақ халатының қалтасына ілікті.
Дәл сол сәтте доктор Сұлтанов бетіне газ тұтқышын киіп үлгерген еді. Сен тым қайсар екенсің, капитан. Бірақ бұл газға қарсы тұру мүмкін емес. Бұл адамның жадын өшіріп, оны тірі өлікке айналдыратын химиялық қару, деді. Сұлтановтың дауысы масканың артынан қарлыққан дыбыспен шықты. Бақыт соңғы күшімен Сұлтановтың аяғынан тартып қалды. Дәрігер тепе-теңдігін жоғалтып жерге құлағанда, оның қалтасынан антидот салынған алтын түсті шприц ұшып шықты. Шприц сырғып барып Дәурен жатқан кереуеттің астына кіріп кетті. Екі тірі елестердің басып кіруі. Дәл осы сәтте лабораторияның төбесіндегі желдеткіш шахталары жарылып, ішке арнайы киімдегі бетперде таққан тірі елестер тобы атып түсті. Амангелді бастаған офицерлер бірден от аша бастады. Бәрін ұстаңдар, ешкімді шығармаңдар, деп ақырды Амангелді. Бірақ Зере әжей бұл жағдайда алдын ала болжағандай еді. Ол лабораторияның қабырғасындағы жасырын тетікті басып қалғанда, бункердің ортасындағы үлкен темір қалқандар, шлюздер жабыла бастады. Сұлтанов, кеттік. Бұл жер қазір өздігінен жойылу жүйесін іске қосады, деп Зере әжей жерасты туннеліне қарай қашты. Сұлтанов орнынан атып тұрып, Зеренің соңынан ерді. Олар қашып бара жатып, Бақыттың Дәуренге қарай еңбектеп бара жатқанын көріп, мысқылмен жымиды. 3 биологиялық консервант, қымыздың екінші беті. Амангелді Бақыттың қасына жүгіріп келіп, оның бетіне оттегі маскасын тақты. Бақыттың тынысы аздап кеңіп, көзі ашылды. Амангелді, антидот кереуеттің астында, деді ол әрең. Олар шприцті тауып алып, оны Дәуреннің тамырына бірден жіберді. Бірнеше секундтан кейін Дәуреннің денесі дірілдеп, ол терең дем алды. Оның жүрек датчиктері тұрақтала бастады. Бақыт айналасына қарады. Лабораторияның үстелдерінде жатқан құжаттардан ол қорқынышты жазбаларды көрді. Зере әжейдің қымызы жай ғана ұйықтатпаған. Ол биологиялық консервант болған. Адамды бір апта бойы өлі ұйқыда ұстау арқылы оның ағзасын, органдарын қартаюдан және стресстен қорғап, жоғары сапалы шикізат күйінде сақтаған. Сұр ұнтақ миды өшіру үшін, қымыздың ашытқысы органдарды мұздатудан, тоқтаудан сақтау үшін. 4 Шымкенттегі үлкен ойыншылар. Амангелді лабораториядағы компьютерден деректерді көшіріп жатып таңғалды. Бақыт, мынаны қара. Бұл тек Сұлтанов пен Зеренің ісі емес. Бұл желінің тамыры қалалық әкімдікке және шетелдік фармацевтикалық компанияларға барып тіреледі. Олар Шымкентті тірі органдардың фермасына айналдырған. Тізімдегі келесі нысана Шымкенттегі ең ірі балалар үйі екені белгілі болды. Олар келесі партияны сонда дайындап жатқан. 5 құтылу және жаңа қауіп. Лабораторияның ішіндегі сирена дабылы күшейе түсті. Жерасты бункері жарылуға немесе химиялық қышқылмен толтырылуға дайындалып жатты. Тез, бәрін алып шығыңдар, деп бұйырды Амангелді. Олар Дәуренді және тағы бірнеше тірі қалған құрбандарды арқалап, лифт арқылы жоғарыға, клиниканың артқы ауласына шығып үлгерді. Дәл сол сәтте клиниканың астында қатты гүрсіл естіліп, ғимараттың іргетасы сәл қозғалып кетті. Бақыт Дәуреннің бетіне су септі. Аға, мені естисіз бе? Дәурен көзін ашты. Оның жанарында сананың ұшқыны пайда болды, бірақ ол бірден Бақыттың қолынан қатты ұстап алды. Бақыт. Олар Шымкенттің су жүйесіне сол ұнтақты қоспақшы. Бүкіл қаланы ұйықтатпақшы, деді Дәурен дауысы қалтырап. Бақыт қаланың орталығындағы биік мұнараға қарады. Егер олар қаланың ауыз су қоймасына сол уды қосса, Шымкент бір түнде өлі қалаға айналады. Ал Зере әжей мен Сұлтанов қазір солай қарай бет алған еді. Бір уақытпен жарыс. Бақыт ағасы Дәуренді сенімді адамдардың қолына қалдырып, Амангелдінің газеліне қарғып мінді. Оның көз алдында әлі де Сұлтанов пен Зеренің суық жымиысы тұр. Олар су қоймасына жетіп үлгерді ме? Деп сұрады Бақыт қаруын оқтап жатып. Иә, біздің мәліметімізше, олар Шымкентті ауыз сумен қамтамасыз ететін негізгі бадам су қоймасына қарай бет алған. Егер олар сол сұр ұнтақтың үлкен мөлшерін орталық сүзгілеу жүйесіне қосса, ертең таңертең шымкенттіктер шай ішіп, бетін жуып болған соң, бүкіл қала бірден өлі ұйқыға кетеді, деді Амангелді суық дауыспен.
Жоспар өте қарапайым әрі сұмдық еді. Бүкіл қала ұйықтап жатқанда, Сұлтанов пен оның ұйықтатушылар тобы қаладағы ең бай, ең ықпалды адамдардың үйлеріне басып кіріп, олардың ағзаларын тілкепекші. Ал ресми түрде бұл жағдай белгісіз вирус немесе химиялық апат ретінде жарияланбақ. 2. Зере әжейдің жаңа кейпі. Су қоймасының бақылау мұнарасында Зере әжей тұр еді. Оның үстіндегі баяғы ескі көйлегі мен жаулығы жоқ. Ол қазір қара түсті тактикалық костюм киген, қолында автомат. Оның жүзіндегі мейірімді әжейдің ізі де қалмаған. «Доктор, ұнтақ дайын ба?» деді ол Сұлтановқа бұрылып. Сұлтанов 6 үлкен темір бөшкені көрсетті. Ішіндегі қою сұр түсті ұнтақ сумен араласқанда мүлдем түссіз әрі иіссіз болып кетеді. «Бәрі дайын, Зере апа. Бұл мөлшер бүкіл оңтүстікті ұйықтатуға жетеді. Біз тарихтың жаңа бетін ашамыз. Шымкент біздің ең үлкен фермамызға айналады», деді Сұлтанов мақтанышпен. Зере әжей су қоймасының айна-айнасына қарап күбірледі. «Мен бұл халықты жылдар бойы қымызбен емдедім. Енді олардың бәрі менің ашытқымның бір бөлігі болады. Бұл нағыз құрбандық. 3. Қараңғыдағы шабуыл. Бақыт пен Амангелдінің тобы су қоймасына жақын жерде көліктен түсті. Олар прожекторлардың жарығына ілінбеу үшін су өтетін алып құбырлардың тасасымен жылжыды. Күзетшілер Сұлтановтың жеке жалдамалы әскері автоматпен қаруланған, әрбір бұрышты бақылап тұр. «Бақыт, сен сол жақтан сүзгілеу станциясына ұмтыл. Біз негізгі ғимаратты өз мойнымызға аламыз», деді Амангелді. Бақыт судың гүрілімен дыбысын жасырып, станцияның темір баспалдағымен жоғары өрмеледі. Кенеттен оның алдынан қараңғы бұрыштан бір күзетші атып шықты. Бақыт оның үнін шығармай, мойнынан шап беріп ұстап жерге жықты. Бірақ дәл осы сәтте прожектордың жарығы оған түсіп қалды. «Осында! Олар келді!» деген айқай бүкіл нысанды жаңғыртты. 4. Қанды су. Оқ жауды. Сүзгілеу станциясының темір құбырларынан оқ тигенде ұшқын шашырап, айнала нағыз майдан даласына айналды. Бақыт Сұлтановтың адамдармен бетпе-бет келді. Ол мергендігін пайдаланып, 2 күзетшіні істен шығарды да негізгі клапанға қарай жүгірді. Сұлтанов бөшкелердің бірін ашып, ұнтақты суға төге бастаған еді. «Тоқта!» Бақыт айқайлады. Сұлтанов жалт бұрылды. Оның қолында тапанша. «Кеш қалдың, капитан». Ол суға түсті. Сұлтанов шүріппені басты. Оқ Бақыттың иығын жанап өтті. Бақыт Сұлтановқа қарай секіріп, оны жерге құлатты. Екеуі су толтырылған үлкен резервуардың үстіндегі тар көпірде алыса бастады. Төменде тонналаған су, ал оның бетінде сұр ұнтақтың күлгін түсті көбігі пайда бола бастаған. 5. Зеренің соңғы сиқыры. Дәл осы сәтте жоғарыдан Зере әжейдің қарлыққан күлкісі естілді. Ол қолына граната ұстап, резервуардың үстіндегі темір торда тұр еді. «Бұл су бәрібір қалаға кетеді. Мен оны өз қолыммен жіберемін», деп ол гранатаның сақинасын жұлып алды. «Зере апа, тоқтаңыз. Бұл жер жарылса, бәріміз өлеміз», деп Сұлтанов айқайлап жіберді. Бірақ әжейдің көзінде есі ауысқан адамның ұшқыны бар еді. Бақыт Сұлтановты итеріп жіберіп, Зереге қарай ұмтылды. Бірақ станцияның арғы бетінен тағы бір жарылыс естілді. Бұл Амангелдінің тобы негізгі электростанцияны жарып жіберген еді. Су қоймасы тас қараңғылыққа батты. Тек судың гүрілі мен Зеренің жынды адамдай күлкісі ғана қалды. «Сендер Шымкентті құтқара алмайсыңдар», деп әжей гранатаны суға лақтырып жіберді. 1. Жарылыс жаңғырығы. Резервуардың бетіндегі темір көпір жарылыс толқынынан майысып, Бақыт пен Сұлтанов 2 жаққа ұшып түсті. Бақыт басын темір тірекке ұрып алып, көз алды қарауытты. Құлағы шыңылдап, айналасындағы дыбыстар алыстан естілгендей болды. «Бақыт! Тұр! Құбырды жап!» Амангелдінің айқайы құлағына әрең жетті. Бақыт есін жиып, басын көтерді. Зере әжей жарылыстан кейін жоғарыдағы темір торға жабысып аман қалыпты. Ол есі ауысқан адамдай қарқылдап күліп, қолындағы автоматынан төменге қарай бей-берекет оқ жаудыра бастады. «Бәрің ұйықтайсыңдар. Шымкент менің күбіме айналады», деп ол бақырды.
Екі басты ысырма, клапан. Уланған судың қалаға баратын жолын бөгеу үшін резервуардың түбіндегі алып механикалық ысырманы жабу керек еді. Бірақ жарылыстан кейін автоматты жүйе істен шығып, ысырма жартылай ашық күйінде кептеліп қалған. Бақыт иығындағы жарасына қарамай, су ағып жатқан шұңқырға қарай еңбектеді. Оның мақсаты қолмен басқарылатын темір дөңгелекті айналдырып ағынды тоқтату. Дәл осы сәтте доктор Сұлтанов орнынан тұрып Бақыттың жолын бөгеді. Оның жүзінде қорқыныш жоқ, тек жыртқыштың суық қаталдығы ғана бар. Сен бәрібір үлгермейсің, капитан. Су жүйеге кіріп кетті. Қазірдің өзінде Шымкенттің алғашқы аудандары өлі ұйқының дәмін татып жатыр, деді ол қолына өткір скальпелін алып. Екеуі судың гүрілі мен оқтың жаңбыры астында өмір мен өлім айқасына түсті. Сұлтанов кәсіби хирург болғандықтан адам денесінің әлсіз тұстарын жақсы білетін. Ол скальпельмен Бақыттың күре тамырын көздеп соққы берді. Бақыт жалт беріп үлгеріп, доктордың қолын қайырып жіберді де, оны резервуардың шетіне қарай итеріп жіберді. Үш Зеренің соңғы бетпердесі. Жоғарыда Амангелді мен оның тобы Зере әжейді қоршауға алды. Бірақ 70 жастағы кемпірдің қимылы таңғалдырды. Ол кәдімгі әжей емес, арнайы дайындықтан өткен, денесіне химиялық стимуляторлар егілген тірі қару сияқты еді. Ол темір бағаналардың арасымен мысықша өрмелеп, Амангелдінің екі адамын жаралап үлгерді. Зере, сен кімсің өзі? Амангелді таңғалып сұрады. Зере әжей басындағы жаулығын жұлып алды. Оның астынан тықырлап алынған шашы мен желкесіндегі ескі латын әріптерімен жазылған татуировка көрінді. Мен Биос 3 жобасының жалғыз куәгерімін. Сендердің мемлекеттерің мені тауға тастап кетті. Ал мен өз мемлекетімді Шымкенттің астынан құрдым. Деп ол автомат кезенді. Бірақ Амангелді одан жылдамырақ қимылдап, Зеренің иығына оқ дарытты. Әжей төменге, суға қарай құлап бара жатып тағы бір тетікті басып қалды. Су қоймасының апаттық төгу жүйесі іске қосылды. 4 Шымкенттің үнсіз таңы. Қаланың шеткі аудандарында таң ата бастады. Жұрт жұмысқа дайындалып, шәйнектерін қойып, бет-аузын жуып жатты. Ешкім де су құбырынан келіп жатқан мөлдір сұйықтықтың ішінде сананы өшіретін ібіліс гүлінің уы барын сезбеді. Алғашқы құрбандар пайда бола бастады. Бір үйдің отағасы шәйін іше сала, ас үйдің ортасында отырған күйі қатып қалды. Көрші үйдегі жас ана баласын жуындырып жатып, ваннаның қасында өлі ұйқыға кетті. Қала біртіндеп үнсіздікке батып бара жатты. Тек теледидарлар мен радиолардың дауысы ғана естіледі. 5 Бақыттың құрбандығы. Бақыт судың ішіне түсіп басты клапанға жетті. Темір дөңгелек қозғалмай тұрып алған. Ол бүкіл күшін салып дөңгелекті бұра бастады. Саусақтарынан қан шығып, иығындағы жарасы сырқырап ауырса да, ол тоқтамады. Дәл осы сәтте уланған су оның өз денесіне де әсер ете бастады. Оның басы айналып, көз алды күлгін тұманға толды. Ол өлі ұйқының қалай келетінін сезінді. Бұл өте тәтті, жұмсақ әрі қарсы тұру мүмкін емес сезім еді. Жоқ, тоқтама деп күбірледі ол. Соңғы күшімен ол клапанды толық бұрап жапты. Судың гүрілі басылып, ағын тоқтады. Бірақ қалаға кетіп үлгерген суды қайтару мүмкін емес еді. Бақыт судың ішінен әрең шығып бетон еденге құлады. Оның қасына Амангелді жүгіріп келді. Бақыт, біз үлгермедік. Қаланың жартысы ұйықтап қалды. Бақыттың көзі жұмылып бара жатты, бірақ ол алыстағы қаланың жарықтарына қарап. Антидот. Сұлтановтың машиналарында, деді де өлі ұйқыға кетті. Амангелді Сұлтановтың қашып бара жатқан көлігін көрді. Доктор Зере әжейді судан шығарып алып, тасжолмен Шымкенттің орталығына қарай заулап бара жатты. Олардың мақсаты ұйықтап жатқан қалада өздерінің қанды егінін жинауды бастау еді. Бір елес қаланың көшелері. Таңғы сағат 9. Әдетте бұл уақытта Шымкенттің көшелері кептеліске толып, адамдар абыр-сабыр болып жататын. Бірақ бүгін бәрі басқаша. Орталық даңғылдарда көліктер біріне бірі соғылып, қаңтарылып тұр. Жүргізушілер рульге сүйенген күйі ұйықтап қалған. Тротуарларда жаяу жүргіншілер құлап жатыр. Бірі дүкеннің босағасында, бірі бұлы. Бұл ібіліс гүлінің күші.
Зере әжейдің жылдар бойы тау ішінде жетілдірген уы бүкіл қаланы тұншықтырып тастады. Екі Сұлтановтың егіні. Қаланың тыныштығын қара түсті, терезелері қараңғыланған, үш жол талғамайтын көліктің сап гүрілі бұзды. Бұл доктор Сұлтанов пен Зере әжейдің тобы еді. Олардың беттерінде заманауи газ тұтқыштар, қолдарында автоматтар мен хирургиялық чемодандар. Қандай тамаша көрініс, деді Сұлтанов көліктен түсіп жолдың ортасында жатқан адамдарға қарап. Шымкент нағыз алтын кенішіне айналды. Ешқандай қарсылық жоқ, ешқандай шу жоқ. Тек ең жақсыларын таңдап алу ғана қалды. Олар Шымкенттің ең дәулетті ауданы Нұрсәттегі зәулім үйлердің біріне тоқтады. Бұл үйдің иесі белгілі кәсіпкер еді. Ол да су ішіп отбасымен бірге өлі ұйқыға кеткен. Сұлтановтың қара қасапшылары үйге басып кіріп, адамдарды тірідей мүшелеуге дайындала бастады. Үш Бақыттың түсімен оянуы. Бақыт су қоймасының бетон еденінде жатыр еді. Оның санасы қараңғылық пен жарықтың арасында шарқ ұрды. Түсінде ол Зере әжейдің аштықсына түсіп кеткенін, оның сүйектері қайнап жатқан қымызға айналып бара жатқанын көрді. Бақыт, Бақыт, оян! Амангелді оның бетінен шапалақпен ұрып, қолындағы антидотты егіп жатты. Саған ұйықтауға болмайды. Қала бітіп барады. Антидот Бақыттың қанына жүгіргенде, оның денесі құрысып, ол қатты жөтелді. Көзін ашқанда алғаш көргені Амангелдінің үрейлі жүзі болды. Олар қалада ма? Деді Бақыт дауысы қалтырап. Иә, олар Шымкенттің орталығында өздерінің егінін жинап жатыр. Біз тез жетуіміз керек. Сұлтановтың көлігінде қаланың бүкіл су жүйесін тазартатын басты реагент бар. Егер біз оны алмасақ, адамдар бір аптадан кейін оянбай, мәңгілікке кетеді. 4 шайқасқа дайындық. Бақыт орнынан тұрды. Оның басы әлі де айналып тұрса да, бойында кек оты лапылдап жатты. Олар Сұлтановтың артынан қуу үшін жасырын жолдармен қалаға бет алды. Бізде тек 5 адам қалды. Бақыт, Сұлтановтың артында халықаралық ұйықтатушылар гильдиясы тұр. Олардың қаруы да, дайындығы да бізден жоғары, деді Амангелді. Маған қару керек емес. Маған тек Сұлтанов пен Зере керек, деді Бақыт тістеніп. Олар Шымкенттің орталық саябағына жеткенде, Сұлтановтың адамдары қалалық аурухананың алдында жүргенін көрді. Олар ауруханадағы ең қымбат құрылғылар мен таңдаулы науқастарды алып кетпекші. 5 Зеренің құпия қоймасы. Зере әжей аурухананың фойесінде тұрып, өзінің ескі күбісін жерге қойды. Ол қымызды осы жерде ұйықтап жатқан адамдардың ортасында пісе бастады. Бұл Шымкенттің соңғы асы, деп ол күбірледі. Кенеттен аурухананың төбесінен шынылар шашылып, Бақыт пен Амангелдінің тобы ішке лап қойды. Бәрің қолдарыңды көтеріңдер, деп Амангелді айқайлады. Бірақ Сұлтановтың адамдары кәсіби жауынгерлер еді. Олар лезде жауап қайтарып, аурухананың дәлізі нағыз қырғын даласына айналды. Оқтар дәрі-дәрмек шкафтарын талқандап, айнала химиялық иіске толды. Бақыт Зере әжейге қарай ұмтылды. Бірақ жолынан доктор Сұлтанов шықты. Ол қолындағы химиялық гранатаны көрсетіп, жақындасаң, мынау бүкіл ғимаратты жарып жібереді. Сонда Шымкенттің антидотын ешқашан таба алмайсыңдар, деп ақырды. Дәл осы сәтте аурухананың сыртынан тағы бір гүріл естілді. Бұл полиция немесе әскер емес еді. Бұл Зере әжейдің қымызынан оянып үлгерген, бірақ ақылынан алжасқан, аштық пен ашу қысқан тірі өліктердің алғашқы құрбандардың тобы еді. Олар есікті бұзып ауруханаға басып кіре бастады. Бір есі ауысқандардың шабуылы. Аурухананың шыны есіктерін сындырып, ішке лап қойған алғашқы құрбандарды тану мүмкін емес еді. Олардың көздері қанталаған, ауыздарынан ақ көбік ағып, саусақтары қабырғаларды тырнап барады. Ібіліс гүлінің уы олардың миындағы адами қасиеттерді өшіріп, тек жабайы, хайуандық инстинкті ғана қалдырған. Атыңдар, оларға жақындамаңдар, деп бақырды Сұлтанов. Оның жалдамалы әскерлері есі ауысқан халыққа оқ жаудырды. Бірақ бұл жындылар ауырсынуды сезбейтін еді. Оқ тисе де, олар тоқтамай, Сұлтановтың адамдарының үстіне секіріп, оларды тірідей тамақтарынан орып жатты.
Дәліз қанға боялды. Бақыт пен Амангелді бұл хаосты пайдаланып Сұлтановтың негізгі лабораториясына қарай жылжыды. Екі Сұлтановтың соңғы саудасы. Доктор Сұлтанов лабораторияның темір есігін ішінен құлыптап алды. Оның қолында қаланың су жүйесін тазартатын басты реагент алтын антидот салынған металл кейіс бар. Ол терезеден сыртқа қарап, өз көмекшілеріне рациямен айқайлап жатыр. Тікұшақты шақырыңдар. Маған Шымкенттің тағдыры маңызды емес. Мен бұл реагентті шетелге сатып миллиардтар аламын. Дәл осы сәтте лабораторияның есігі күрсетіп ұшып кетті. Табалдырықта үсті басы қан, киімі жыртылған, бірақ көзінде от лапылдаған Бақыт тұрды. Бәрі бітті, Сұлтанов, реагентті бер деді Бақыт суық дауыспен. Сұлтанов химиялық гранатасын жоғары көтерді. Жақындама, капитан. Егер бұл жер жарылса, Шымкенттің бірде-бір тұрғыны оянбайды. Сен өз халқыңды өлтіргің келеме? Үш зеренің құпиясы, Ильяс үш мұрасы. Бөлменің бұрышында еш нәрсеге қарамастан өзінің күбісін пісіп отырған Зере әжей орнынан тұрды. Ол басындағы жаулығын жерге тастап Сұлтановқа мысқылмен қарады. Доктор, сен тым ашкөзсің. Сен бұлуды ақша үшін жасадың. Ал мен оны кек алу үшін жасадым, деді ол қарлыққан дауыспен. Кеңес одағы кезінде бізді Беус үш нысанында жауып, осы гүлдің уын сынады. Менің бүкіл отбасым сол жерде өлі ұйқыға кетіп оянбады. Мен жалғыз қалдым. Енді мен Шымкентті ұйықтаттым, өйткені бұл қала менің азаптарымды көрмеген, тойып секірген қала. Зере әжей қолына өткір хирургиялық пышақты алып, Бақыт пен Сұлтановтың арасына тұра қалды. Оның қимылдары жас адамдай ширақ еді. Ол Сұлтановтың қолындағы кейісті тартып алғысы келді. Төрт аспандағы ажал, ұйықтатушылар гильдиясы. Дәл осы сәтте аурухананың үстінде тікұшақтардың дауысы қайта естілді. Бірақ бұл Сұлтановтың адамдары емес еді. Бұл халықаралық ұйықтатушылар гильдиясының негізгі күштері болатын. Олар Шымкенттегі эксперименттің сәтсіз аяқталғанын көріп, бүкіл куәгерлерді, соның ішінде Сұлтанов пен Зерені де жоюға келген еді.